бойынша Халел Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің заңгер мамандығы бойынша білім алған адамгершілік қоғамдық қоры мұрындық болған. Жоба мақсаты облыстағы студенттер мен өзге де тұрғындардың өз құқықтарын қорғай алуға мүмкіндік жасап, заңға қайшы әрекеттің алдын алуға, мәселенің заң жүзіндегі шешімін табуға үйрету. Аталған семинар 3 күнге созылады, оған 19 білім алушы қатысады. Жоғары оқу орындарында оқитын студенттерге арнап бұндай шара өткізілген жоқ. Бұл тек биыл бірінші рет жоспарланып өткізіліп отыр. Бүгін бірінші күн басталып отыр. Студенттерге жаңа айтылған тұтынушы деген кім, олардың жалпы құқықтарын қорғаудың механизмдары, тұтынушылардың қандай құқықтары бар, оларды қалай қорғайды, сот арқылы қорғаудың ерекшеліктері және сотқа дейінгі тұтынушылар мен қызмет көрсетушілер, тауар сатушылардың арасындағы дауларды реттеудің сотқа дейінгі механизмдары, медиациялық реттеу, осы тұрғыда түсінік берілетін болады. Заңгерлік мамандығын оқып, бүгінгі болып жатқан 3 күндік семинарға келіп одан арға жетілдірдік. Және де тұтынушылардың құқығын қорғау, құқықтық сауаттылық тақырыптарын меңгеріп, болашақта бұл семинар бізге пайдасын тигізеді деген сенімдеміз.